Ердоған диктатор ма? Достар, бізде мынау клише дейді, бір қатып қалған бір нәрсе бар. Көріп жатсыздар ғой, тағы да қай жерде болса да бәсеке. Американы көрдіңіздер. Былтыр Америкада Трамп президент емес әлі, оны атады. Бәсеке. Трамп билікке келді, көріп жатсыздар жасап жатқаны. Голос Америки, Свобода, басқа жеті нелер бар, жобалар осындай деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарын жауып тастады. Журналист, корреспондент қарсы шыға ма шектетеді. Бүгін хабар жетіп жатыр, Франциядан бір ғалым конференцияға бармақшы болған Америкаға. Америкаға кіргенде таможняда соткасын тексерген дейді, Трампты сынаған деп, соны тоқтатып кіргізбепті. Америка президенті осындай жасап жатқанда Турцияның басшысына қандай талап? Мынандай жағдай, ғалымды шекарадан ұстап кіргізбеді, президентті сынады деген не Турцияда, не Ресейде, не Қазақстанда болған емес. Көрдіңіз бе қалай? Заман өзгеріп жатыр қазір. Ердоғанға келсек, мысалы біз билікке келдік, халықтың доп партия, қарым-қатынас жасаймыз. Бізбен шартқа тұрады. Бізге мына блокаданы бұзуға көмектеседі дейік, Ердоған. Мысалы, мұнайды, газды, басқа өнімдерді Каспий теңізімен жаңағы шығарып, Бакуға, барғарай Турцияға, Еуропаға шығарсақ, қалай? Ердоған жақсы бола ма, жаман бола ма? Әрине жаман болады. Жақсы болады, кешірім сұраймын. Түсінік бар ғой. Мәңгі дос жоқ, мәңгі жау жоқ, мәңгі мүдделер ғана. Егер ол біздің мүдделерді қанағаттандырса, онда ол бізге дос. Қарсы жұмыс жасаса, ол онда террорист, экстремист, диктатор, жаман адам. Солай тәртіп бүкіл жерде, саясатта. Турция диктатура ел ме, автократ ел ме? Турция демократ ел. Біз соңғы сайлауды көрдік қой. 52% Ердоған, 48% оның қарсыласы болды. Көрдіңдер ғой бәрінде. Ал диктатураның көкесін Турция емес, Америка көрсетіп жатыр қазір. Террорист Путинді